Барлықтарыңызға қайырлы күн. Берекелі дастархан арнасына қош келдіңіздер. Мені қолдап, видеоны соңына дейін қарап, берекелі дастархан арнасына тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі видеода біз балқытылмалы ірімшік жасайтын боламыз, яғни плавленый сыр жасайтын боламыз. Бізге керекті заттар 400 грамм сүзбемізге 80 грамм сармайымызды саламыз. Біздің сармайымыз 82% немесе 72% болуы қажет. Және де бір жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқамыз қатты үлкен болмауы керек. Шағындау, кішіректеу жұмыртқа саламыз. Енді бізге керегі жарты шай қасық қант, жарты шай қасық тұз, жарты шай қасық содамызды саламыз. Сүзбемізді біз қасықпен шамалы араластырып аламыз. Бізге енді керегі блендер қажет болады. Блендермен жақсылап сүзбелі массамызды жақсылап араластырып езіп аламыз. Егерде сіздерде блендер болмаған жағдайда картоп езетін, кәдімгі пюре жасайтын құралмен жақсылап араластырып езіп алсаңыздар болады. Біздің творожный сүзбелі массамыз осылай шығады. Алдын ала ыдысымызға су құйып қайнатып аламыз. Біздер бұны водяной баняда жасайтын боламыз. Ыдысыңызды жақсылап орналастырып алыңыздар. Біздің балқытылмалы ірімшігімізді осылай жиі араластырып тұрамыз. Біздің осылай сүзбелі массамыз осылай балқиды. Жиі араластырып тұрыңыздар. Біздің балқытылмалы ірімшігіміз дүкеннің плавленый сырынан да өте керемет болып шығады. Әсіресе үлкен апаларымызға, әжелерімізге өте қатты ұнайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Балқытылмалы ірімшігіміз біздің осылай созылмалы сарғыш күйге еніп шығады. Менде балқытылмалы ірімшік дайын болып шықты. Менде кеспе ішетін ыдыспен 2 ыдыс болып шықты. Егерде менің видеом сіздерге ұнап жатырса, лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Хош, сау болыңыздар.